Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі бомбоньерка жасайтын боламыз. Бұл бізде сүндет тойға арналған бомбоньерка. Ал енді бастаймыз. Ол үшін менің телеграм каналымдағы канал пустошекке кіріп, өзімізге керек бомбоньерканы таңдап, сохранить етеміз. Пиксартқа кіріп, плюс батырмасын басып, жаңағы фонымызбен қосып алып, фонға енгізетін боламыз. Өлшемін дұрыстаймыз. Орналастырып, міне бізде осындай әдемі бомбоньерканың фоны дайын. Енді біз бұған осындай әдемі жазу жазатын жерін орналастыратын боламыз. Бұның барлығы менің телеграм каналымда бар. Мен сіздерге бұл шаблонды тегін электронды форматта телеграм каналда беретін боламын. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Дәл осылай копиясын жасап қоямыз. Міне орналастырамыз. Түзілейміз. Дайын. Ендігі кезекте біз стикерден машинаны қоямыз, бірақ менде бұл фонға түспей қалды. Кезекте енді әріпті жазатын боламыз. Ол үшін бізге дәл осы приложение қажет. Текст батырмасын басып, өзіміз керек есімді және де сүндет той деп жазып аламыз. Шрифті басып, өзімізге кез келген түрін орналастырсақ та болады. Немесе менің телеграм каналымда шрифттарды алып қолдансаңыздар да болады. Сіздің өзіңіз қалауыңыз бойынша әдемілеп сәндейміз. Әли деген есімді ортаға орналастырып, міне достар, жаңағы машинаны стикерден алатын боламыз. Ол жері менде видеоға түспей қалыпты. Машина деп жазсаңыздар болғаны, осындай әдемі шаблон дайын.